Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы вақытқа дейін менімен бірге болып, мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін сіздермен цветная капустадан ерекше тағам дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға 1,5-2 литр суымызды құйып аламыз. Суымызды да құйып алдық. Енді туз салатын боламыз. Енді суымызды газға қоямыз. Суымыз қайнап шығуы қажет. Енді біздің суымыз қайнап шыққанға дейін цветная капусталарымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ақырындап дәл осылай бөліктерге бөлеміз. Капусталарымызды бөліктерге бөліп алдық. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай болады. Енді қайнап тұрған суымызға саламыз. Цветная капусталарымызды 5-6 минут қайнатып алатын боламыз. Одан көп қайнатуға болмайды, өйткені тез езіліп кетуі мүмкін. Цветная капусталарымыз тез дайын болады. Сондықтан да 5-6 минут қана қайнатып алуымыз қажет. Бес-алты минут қайнатып алдық. Енді газдан аламыз. Және суын сырықтырып, басқа бір ыдысқа салып қоюымыз қажет. Ал енді біз клярын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, кукурузный крахмал, кетчуп, сарымсақ, разрыхлитель туз және су қажет болады. Ыдысымызға ұнымызды саламыз. Кукурузный крахмалымызды саламыз. Енді кетчупымызды саламыз. Разрыхлитель саламыз. Сарымсақты саламыз және тузды салып, су құямыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде ұндарымыз құмақ-құмақ болып қалмау үшін жақсылап араластырып дайындаймыз. Ал біздің клярымыз да дайын болды. Енді бізге дәл осылай сухари қажет болады, және суыған цветная капусталарымызды бірінші клярға батырып алып, және артынан сухаримізге аунатып аламыз. Дәл осылай барлық цветная капусталарымызды дайындап аламыз алдын ала. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецептердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Дәл осылай дайындап алдық. Енді газымызға табамызды қоямыз. Және 500 мг майды құямыз. Мен осылай градуспен өлшеп көрсетейін дедім сіздерге. 160 градусқа жеткен кезде тез-тез салып 3-4 минут қызартып қуырып алатын боламыз. Дәл осылай аударып жақсылап қуырып аламыз. Қызарып әдемі болып қуырылып шыққан цветная капусталарымызды ыдысымызға аламыз, және бірінен кейін бірін салып барлық цветная капусталарымызды қуырып алатын боламыз. Түстері де өте әдемі сарғыш түсті болып шығады. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Біздің ерекше тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай түстері де әдемі, ерекше болып шығады. Міндетті түрде сіздер де дәл осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Өте ерекше болып шығады екен. Және бұл тағамды қонақ келген кезде дастарханыңызға тартсаңыздар болады. Дәмдері де ерекше болып қытырлап шығады.
Достар, сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз, және қоңырау түймешесін басып қойыңыз. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Ал сіздерге сәттілік, достар.